Now, fantastic day, my dear colleagues. Let me start session with the title of our lesson, Types of the Differentiation. Now, I'm so happy that you are here in my online course. Бала кезімде армандар өте көп болды. Солардың бірі биші болу. Билегенді ішкі жаным қатты қалайтын. Бірақ ол кезде ол қабілетімді дамытуға мүмкіндіктер әрине болған жоқ. Бірақ әкемнің қаныменен, анамның сүтімен берілген құндылықтар ешкімнің ықпалынсыз өзімнің мамандығын таңдауға осы миссияны өзіме берді. Біздің әулетте есепші, технолог, инженер, экономист, дәрігер, жүргізуші бар екенде, бірақ мұғалім жоқ екен. Осылай саралай келе, мен мұғалім мамандығын таңдаған болатынмын. 1980 және 85 жылдар аралығында Орал қаласындағы Александр Сергеевич Пушкин атындағы педагогикалық институттың шет тілдер факультетін оқып тәмамдап, Жәнбек ауданы Текшіл жалпы білім беру орта мектебінде ағылшын тілі пәні мұғалімі болып, ең алғашқы еңбек жолымды бастаған болатынмын. Осы педагогикалық еңбек жолымда директордың тәрбие жөніндегі орынбасары, оқу ісінің меңгерушісі және мектеп директорының міндетін атқарушысы болып жұмыс жасадым. Оралдағы өрлеу институты кафедрасының аға оқытушысы Қазақстан Республикасында орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында ағылшын тілі пәні тренері Жеміс Анесовна педагогтердің біліктілігін арттыру институтында 2007 жылдан бері қызмет жасап келеді. Біз Жеміс Анесовнаны өз ісін жетік білетін, ұйымдастырушылық қабілеті жоғары, ортақ істе жауапкершілік танытатын тәжірибелі әріптес ретінде білеміз. Жалпы адамгершілігі мол, апалық, аналық қамқорлықпен, мейіріммен қарайтын Жеміс Анесовна ұжымда сыйлы әріптес. Өзінің нақты өмірлік ұстанымы негізінде бағыт-бағдар беретін ерекше қасиетке ие жан. Өзім отбасым туралы қысқаша ақпарат айтатын болсам, жеңілі мен ауыры, шуағы мен дауылы, қатар жүретін өмір атты жолдың аяғы талмас жолаушысы болуға тырыстым. Өмір қуанышын сыйлаған ата-анамның және жанашыр тілекші бауырларымның көзайымы болуға, достар мен әріптестерімнің қалаулысы болуға тырыстым. Данышпан балаларымның сырлас досы, ғажайып анасы және панасы болуға тырыстым. Моя мама, она очень целеустремленный человек, мудрый, опытный, который всегда заботится о нас, всегда оказывает нам поддержку. Я ценю маму за ее жизнестойкость, за ее сильный характер. Мама всегда такой человек-мотор, всегда идет вперед, и учиться у нее стоит только этому, что нужно постоянно двигаться, идти вперед с оптимизмом. Дома она очень разная, всегда очень отличная хозяйка. Она совмещает и работу, и жизнь в семье. Можно сказать, что у нее всегда жизнь кипит. Конечно, мама всегда дает больше любви, заботы, ласки. В этом мы никогда не нуждались. Ее даже было сверх нормой, наверное. Мама, я тебя люблю. Ты самая лучшая мама на свете. Педагогикалық еңбек жолымда әрине қиындықтар болды. Бұл қиындықтар атап айтсам, тұлғаны тәрбиелеу және әлеуметтендіру орталығында әдіскер болып жұмыс жасаған кезде, мысалы, зиян заттардың алдын алу, суицидтің алдын алу, АқТға ЖқТБ-ның алдын алу, құқық бұзушылықтың алдын алу, не осындай бағыттармен жұмыстанған кезде әрине қиындықтар туындады. Мен солардың барлығын жағымды түрге айналдыруда мен кәсіби өсу үшін көптеген іздену жұмыстарымен айналыстым. Жаңағы ресурстар іздеп, солардың бәрін позитивке айналдырып, сол психологиялық аспектілерді зерттеп, сол психологиялық аспектілерді қалай қолдану керек практикада. Себебі жаңағы курсқа келген тыңдаушылардың арасында психологиялық қаңбастыққа ұшырап жүрген, психикасы әлсіз, ауру мұғалімдер өте көп болады. Мен соларды қалай қолдау керек, соларға қалай нұсқаулық беру керек, соларға қалай дұрыс бағыт беру керек. Осы жолда көп ізденуге тура келді. Білім берудің мазмұнын жаңарту аясында ағылшын тілі пәні бойынша тренер болып қызмет атқарып, қазіргі уақытқа дейін мен келемін.
ағылшын тілі пәні бойынша тренер ретінде қалыптасуға көптеген курстар маған ықпал етті. Соның ішінде тренердің кәсіби жаңағы бағдары, Train the Trainer, Cambridge English Train the Trainer, British Council 2-week Trainer Development Course деген курстар біліктілігімді арттырып, жаңағы өрлеумен бірге мен кәсіби өскен болатынмын. Өрлеу біліктілікті арттыру орталығымен ұйымдастырылған курсқа қатысқан болатынмын. Сол жерде Жеміс Анесімен танысып, бір айлық курсына бардым. Ұстаз ретінде Жеміс Анесіні бір баға жетпес, таптырмас, асыл тастай бағалар едім. Себебі білімменен, тәжірибеменен ұстаз болу мүмкін емес деп есептеймін. Бір ұстаздық қанында болу керек пе? Жеміс Анесіні бір туа біткен ұстаздық қанында бар, үлкен әріппен жазылатын ұстаз деп есептеймін. Ұстаз болу өз уақытында аямай, өзгенің бақытын аялау деп Мұхтар Әуезов атамыз айтқандай, уақытпен санаспай, біздің болашағымыз үшін аянбай жұмыс жасаған Жеміс Анесінің еңбегі еш кетпейді деп түсінемін. Сабақтары ол кісінің өте сапалы және қызықты өтетін, ешкім сабағын қалдырмайтын, сабақта талапшыл, өзіндік принциптері болатын. Мне и моей группе, я считаю, очень сильно повезло с этим человеком, потому что у нее, как у человека, есть все. У нее есть и душевная теплота, у нее есть и такт, и чуткость, и внешняя красота, и талант педагога, внимательность, любовь к обучающимся. Она умела находить подход к каждому из нас. Она настолько мудрая женщина, что, зная наши слабости, все время нас превозносила. Она как человек, как женщина, конечно, очень мудра, а как педагог она очень профессиональна. My dear Жеміс Анесовна, wishing you a happy Teachers' Day. Thank you for being the guiding light and for inspiring me to do well in my studies. You are the best teacher, and I was lucky to have a teacher as wonderful as you are. Happy Teachers' Day. Енді менің өзімнің болашақ жоспарларыма тоқталсам, Алла амандығы болып, келесі жыл абыроймен зейнетке шығып, кішкене демалып алып, ағылшын тілі пәні мұғалімдеріне қолдау көрсететіндей жаңағы орталық ашсам деген армандарым бар. Және сонымен қатар сол орталықта ата-анамен жұмыс мәселелерін шешу жолдарын бойынша әдістемелік көмек ретінде қолдау жұмыстарын ұйымдастырсам деген жоспарларым бар.